Сәлем достар, сіздермен Диляра. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай қамырдан жасалған гүлдер қосылған дәмді ас жасайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ет, сәбіз, картоп, пияз және бұрыштар қажет. Барлығын бірдей етіп, орташа қылып тураймыз. Қазанды отқа қойып, сұйық май құйып, алдымен етті қуырып аламыз. Ет толықтай жұмсарғанша пісіреміз. Пияз, картоп, сәбізді орташа етіп тураймыз. Еттің суы тартылғанша дейін салманы дайындайтын боламыз. Ол үшін пиязды майдайтып тұрып, сәбізді үкіштен өткізу қажет. Қызып тұрған табаға май құйып, бірінші пиязды қуырып аламыз, артынан сәбізді саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Араластыра отырып, астын баяу отқа қойып, жұмсарғанша пісіреміз. Етіміздің суы тартылды, енді үстіне пиязды салып қуырып аламыз. 1-2 минуттай. Үстіне сәбіз салып, тағы 5-10 минуттай қуырамыз. Сәбізіміз қуырылғаннан кейін томат пастасын саламыз және светофор бұрышын саламыз. Сіздер кез келген дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Картопымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, 10-15 минуттай қуырамыз. Менің каналымда қамыр илеудің видеолары бар. Видеодағыдай кішкентай күлшені алып, одан гүл жасайтын боламыз. Пияз бен сәбізден жасалған салмамызды міндетті түрде суытып аламыз. Қамырды жұқа етіп жаямыз. Ұн себуді ұмытпаймыз. Жұқа етіп жайып болған соң бірнеше бөлікке бөлеміз. Қамырдың бетіне сұйық майды жағып шығамыз. Ортасына салмамызды салып, бүктейміз.
Қалған қамырды дәл солай істеп шығамыз. Дайын болған қамырды картобымыздың бетіне саламыз. Жарты литрдей су құямыз. Картобымыз толықтай бататындай. Дәмді асымыз дайын болды, суы тартылды. Тарелкаға салғанда астына ет пен көкөністерді, бетіне қамырын қойып шығамыз. Осындай әдемі, керемет, дәмді тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналымда басқа да рецепттер бар. Менімен бірге болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.